еліміздің 30 жылдығы қарсаңында пандемияға қарамастан еліміздің руханиятын көтерер, мәдениетін қостар бастамалар әлі де өз жаласын таппақ. Ұлы тұлғаның атын ұлықтар ескерткішті ашылуы баршамызға құтты болсын ағайын. Мен үлкен алғыс айтқым келіп тұр. Бұл ескерткішті ашу жолын ашқан енді елбасы, президентіміз, біздің Алтай Сидирович Аким города Астаны, ол кісіде тыныштық таппай, осы ескерткіш бүгін ашылып тұр. Сіздерге мында бір рахмет.